Кетеміз ба? Құрметті достар, мен сіздермен қазір тек қана тик-токтағы тікелей эфирге шығып отырмын. Есім Ерболат, берекелі Ереке, ипотека саласында 2015 жылдан бері жұмыс жасадым. 2015 жылы Отбасы банкта 2022-ден бері 7 жыл бойы жұмыс жасадым. Сол 2022-ден бастап өзім жеке компания ашып, Өшіңарам компаниясын ашып, қазір сол компанияның құрылтайшымын. Сол жақта жұмыс жасап жатырмын. Ендігі таңда мен көбінесе Отбасы банкта болып жатқан жағымды жаңалықтармен әрдайым бөлісіп отырамын. Қазіргі таңда біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 12, 13 регионда не болып жатыр? Бүкіл Қазақстан бойынша 13 аймақта не болып жатыр? Бағдарламалар өтіп жатыр. Сол бағдарламалардың бәрімен мен сіздермен қазір айтатын боламын, бөлісетін боламын. Достар, сосын сол пайдалы ақпараттармен бөлісем, және де тағы да 4 декабрьден бастап ең керемет тағы жаңалығы приватизацияға алуға болады. Яғни без права выкупа алған азаматтар бар емес па? Без права выкупа алған, осы уақытқа дейін без права выкупа алған азаматтарға приватизация жасауға толық мүмкіндік бере бастады. Ертеңнен бастап барлығы іске қосылды. Так, Жұлдызай, стать гостем эфира дейді. Пригласить дей ма? Ол кім ол? Өз сұранып тұрмысына маған? Просто гость ретінде. Ну, пригласите пользователь. Ол маған сұранып тұрма, гость боламын деп? Жоқ. Өз шыға бере ма? Ренжімеңіздер, мен тик-токта күнде отыра бермеймін, сосын кейбір нелерін дұрыс түсінбей жатырмын. Так, ал кеттік. Павлодар қаласында қазір жаңа концепция болып жатыр. Оларда 23 желтоқсанға дейін және 5 қаңтарға дейін тағы да созып жатыр. Несін заявка беруін бұл жерде 5-ші үй, 7-ші үй деген бар, 5-ші үйге 23 желтоқсанға дейін, 7-ші үйге 5 қаңтар 2025 жылға дейін созып берді. Оның барлығымен құдай қаласа, егер павлодарлықтар болса, қарап жатқан павлодарлықтар таныстарыңыз болса, соларға ақпарат жіберіңіздер. Қостанай қаласында да болып жатыр қазіргі таңда 10 декабрьге дейін, 10 желтоқсанға дейін тоже жаңа концепция бойынша үйлер болсын, жалпысынан прокуратурасы оғанда заявка беруге болады. Ақтау қаласында, Жаңаөзен қаласында болып жатыр 6 желтоқсанға дейін. Одан кейін Қызылорда қаласында ертең соңғы күн 4 желтоқсан жаңа концепция бойынша. Талдықорған қаласы, Қарабұлақ, Балпық би ауылы дейді. Сол жерде пәтерлер бар екен, достар, 2%-бен, 5%-бен. Оны 9 декабрьге дейін заявка беруге болады. 6 пәтер бар екен. Егер Қарабұлақ ауылы, Балпық ауылы Талдықорған қаласының жанында таныстарыңыз бар болатын, соларға айтсаңыздар болады. Ұлытау қаласы оғанда Жезқазған қаласы, Ұлытау облысы Жезқазған қаласында 13 декабрьге дейін 30 пәтер беріліп жатыр екен. Орал қаласында 14 үй дейді, 9 декабрьге дейін бұл жерде пәтер саны 90 пәтер беріліп жатыр. Орал қаласында көрдіңіздер ме? Әр жақтан. Қостанайда Федоров ауданында 24 пәтер беріліп жатыр жаңа концепция бойынша. Достар, Ерейментау қаласында 20 пәтер беріліп жатыр. Барлығы 6-шы так, мына жерде қате болып кетті, айтпақшы. Кеше Ерейментау қаласында 2 декабрьде нешесіне дейін еді мына жерде? 12-сіне дейін, 12-сіне дейін, Ерейментау қаласында 12-сіне дейін. Щучинск қаласында 6-сына дейін болады. 6-сына дейін Щучинск қаласында да бар. 5 пәтер беріліп жатыр Щучинск қаласында. Кеше 2-сінде басталды. Одан кейін Павлодар қаласында 13 декабрьге дейін. Жаңағы мынау, міне. Павлодар қаласы 13 декабрьге дейін болу керек еді. Оның барлығын мына
23 желтоқсанға дейін 5 қаңтарға дейін Павлодар қаласында өзгертті, созып жіберді. Және Ақсау қаласында 23 декабрьге дейін 240 мыңнан 108 пәтер беріледі. Және Түркістан қаласында да бақыт отбасы басталды. 2-10-20 бағдарламасы бойынша 5-10 тек 2% ғана басталған екен, қана бақыт отбасының азаматтары ғана қатыса алады. Міне достар, осындай пайдалы ақпараттар бүкіл Қазақстан бойынша болатын ақпараттардың бәрін сіздерге қысқаша айтып өттім. Енді тағы да бір бөліскім келген ақпарат. Бұл ертең 4 желтоқсаннан бастап Қазақстан Республикасының барлық өңірлерінде бұрында жаңағы без права выкупа сатып алу құқынсыз алған үйлерге алып алған үйлеріңіз бар болатын болса, соларды жекешелендіруге мүмкіндік береді. Ол қалай іске асады достар? Ол былай іске асады. Сіздер барып бірінші тұрғын үй жаңа несіне ол қалай іске асады достар? Ол былай іске асады. Сіздер барып бірінші тұрғын үй жаңа несіне тұрғын үй коммуналдық шаруашылыққа барасыздар да, маған кешіңіз бұзындық қойбас. Бар. Так, сағыныш, былай жасыш. Ана рабочий телефоннан Шырынбек дегенге жазып, тікелей эфир болады. Или звондайсыз, тікелей эфир болады, звондамай қойсын. Болу керек, или. Так, в общем, қараңыздар, приватизация туралы тағы да бір ауыз айтып жіберейін, өте маңызды ақпарат, достар. Егер Шырынбек дегендер көп. Ой, қазір Шырынбектің басы Шырынбек болса болды ғой, не істейсің қалғандар? Міне тұрмын Шырынбек. Қайдан бұл? Міне қарам, бұл Ардаби, Ардақ брат, Амина Шырынбек. Басы Шырынбек болу керек қой, қарасаңшы. Міне. Мынаған сақтап. Так, кешіңіздер. Так, достар, кешіңіздер, мен айтып жіберейін. Мысалға, сіздер қандай да бір категория бойынша заявка беріп, өздеріңіздің аумақтарында не алып алдыңыздар? Аренданы жөлеп без права выкупа. Все, аттарыңызға өтпейді, деп настроение жоқ, арендан төлеп отырсыздар. Осындай кезде, достар, осындай кезде сіздер бірінші бағаны білесіздер, қанша тұратын, бағаны білесіздер, қанша тұратын. Ол сіздерге қалдық құнымен есептеп береді, амортизациясымен бірге. Қалдық құны дегенде мен сіздерге қазір жалпақ тілмен түсіндіріп берейін, достар. Ол былай болады. Мысалға, сіздер алған кезде, арендаға алған кезде үкіметтің қойып қойған бағасы бар емес па? Сол бағаны айтады. Сол баға бара жыл өткен сайын амортизация жылына 2% арзандай береді. Үкіметтің бағасынан арзандай болады. Мысалы, бір бөлмелі үйді, условно айтайық, бір 6 миллионға, 7 миллионға алған болсаңыз, ол бара жыл сайын азая береді. Сол бүгінгі күні неше баға болып тұр? Соның әзірге 30%. Бірақ сіздерге қуандырып айтайын, достар, егер 6 миллион, мысалы айтайық 6 миллион қалса, остаточный стоимость дейміз ғой, амортизацияның қалдық құнның 6 миллион қалатын болса, соның 30% дегеніміз ол 2 миллион теңге ақша, сол 2 миллион ақшаны барып, жаңа алғашқы жарнасы ретінде салып, қалғанын тек қана рассрочкаға жасап береді, ешқандай пайызсыз. Егер 2 миллион 30-нен бұл жерде осал әлеуметтік осал топтар, яғни жалпақ тілмен айтқан кезде табысы орташадан төмен азаматтар ғой тұрып жатқан, көбінесе сөзі шындау керек. Ол кезде не істейді? Егер 2 миллионның өзі сізге көбірек болатын болса, мысалы 6 миллиондық үй, мысалы бір бөлмелі үй алсаңыз, мысалы үшін сіз өзіңіз жалғыз басты азаматсыз, 2 миллиондық үй 6 миллион қалды, 2 миллион. Мысалы 10 миллион қалса, оның 10 миллион қалса 30% әрине 3 миллион теңге болады, 15 миллион қалса 5 миллион болады деген сияқты ғой. 10 миллион қалса оның 30%, 10 миллион қалса 30% әрине 3 миллион теңге болады, 15 миллион қалса 5 миллион болады деген сияқты ғой. Сол кезде звондамадың ба не? Сол кезде, достар, егер 30%-дің өзі қымбат болатын болса, онда мен сіздерге күшті не берейін, лайфхак берейін. Приватизацияға асықпаңыздар.
өйткені қазіргі таңда бұл бағдарламаның бұл жаңағы заңды шығарушы орган министрліктер, сол министрліктің өкілінің ресми жауабы бар. Құдай қаласа қаңтар айының ішінде, ақпанға дейін жаңадан подзаконный акт дейді ғой, яғни заң шығады. Соның үшін заң астынан тағы да кішкене заң шығарайын деп жатыр. Ол заңда нақтылап жазайын деп жатыр. Яғни алғашқы 30% жарнаны 10%-ға дейін түсіретін болып жатыр. Мысалы айтыңызшы, 6 миллион қалса остаток, соның 600 мың ғана төлеп қалған рассрочка алады, зато үй өзіңізді болып қалады. Түсіндіңіз ба? Керемет қой. Мысалы үшін 10 миллион остаток қалатын болса, оның 30 миллион емес, 1 миллион салсаңыз, сіз ары қарай қалған рассрочкаға алып аласыз. Сондықтан мүмкіндік кезде бұны максималды пайдаланып қалыңыздар. Достар, сіздердің таныстарыңыз өте көп шығар. Ұзақ уақыттан бері хотя бы арендный жүйе болса да алып қалды. Маған мысалы үшін көп адамдар келді консультацияға. Ой, арендный жүйе оны алмай қояйын, біздің атымызға өтпейді екен деп. Мен айтамын, алла тағала беріп тұрған кезде хотя бы арендный жүйе болса да алып қала беріңіз. Оның ешқандай зияны жоқ. Бәрібір өміріңіздің соңына дейін ол үйді пайдаланасыз деп мен біраз адамдарға кеңес бергенмін негізінде. Енді сол кезде менің кеңесімді тыңдап, олар сол арендный жүйені алып қойған болатын болса, онда керемет болар еді. Керемет болар еді. Так, мына жерден. Мына не ма? Пригласить гостем деген ол автоматически шығып отыра ма, или біреу менімен қосқысы келіп тұрғандар ма? Саламатсыз, қазір тікелей эфир болады. Басып көрейікші алда, Ерлан Күздібаевтың інім ғой мен. Мен қалай басарым? Басым ба? Болды, проблема. Отправим приглашение, ал, жақсы. Тікелей эфирге шыққыларыңыз келіп, сұрақтарыңыз болып жатса, маған запрос жіберіңіздер, егер запрос жіберуге болады, сообщение келіп, мынау ғой, Ассаламу алейкум дейді. Ассаламу алейкум. Пригласите пользователь стать нам қояй ма? Басса не болады ма? Приглашение отправлен дейді. Болды. Достар, мына тиктокпен енді күнде шығып жүрмегесін біраз шамалы анамналар білмей жатыр, маған да өзіме де қызық болып жатыр. Жаңадан тек қана бұрын мен тек қана инстаграммен ғана отыра беретін, бұлай емес. Енді мен аппа міне 2 адам бірден қосылды ғой. Бұлай да бола ма? Барлығы көріп отырамыз да бірімізді. Саламатса, Доля отказ жасаған дейді. О, қоссаңызшы мені дейді. Маған запрос жіберсеңші, қосайық, давайте, достар. Бір адамдар дауыстарын өшіп тастауға болады, чтобы не мешать. Давай. Кім дейді мынау? Пригласите. Олардай не ойнау үшін қосылады. Білмеймін оны. Саламат, оны жібердім ғой. Мына қоссаңшы мен дейді, мына қалай? Қосшысын, елесіне басып. Нұргүлді қой, қаяқта? Жоқ, қалай дейді? Нұргүл маған не жіберіңізші? Запрос жіберіңізші. Кім қосқысы келеді? Ассаламу алейкум дейді. Оғалейкум ассалам. Амандасып аппын бәрімен. Жалпы тікелей эфирге қосқысы келген азаматтар болатын болса, қосылыңыздар. Демалыс бітті ме дейді. Асылхан сұрап жатыр. Демалыс бітті, иә. Демалыс бітті. Доля бойынша сұрақ жауап беріңізші дейді. Доля бойынша мен сіздерге айтайын. Доля кезекке тұруға сіздерге кедергі жасамайды. Күшті бір жаңалық, да қандай доля, тіпті 90% доля болса да, сіз кезекке кейін тұра аласыз. Ол заң 24 май 2025 жылы күшіне енетін болады. Жібердім, ал дейді Нұргүл. Қабыл алыңыз дейді. Қаяқтан қабыл алады? Гости дейді. Маяқтан шығады. Вот. Так. За который смотрит рекомендации. Мынау не? Зрители. Вот. Запросы гостей дейді. Мыналар ғой, мынау принять. Так, Нұргүлді қабылдадым. Қосылдым. Қабылдадым, қосылдыңыз ба Нұргүл ханым? Қосылдым, қалыңыз қалай? Аллаға шүкір, что-то түріңіз көрінбейді ғой маған. Бұл жерде түр көрінбейді ғой? Ойбай, сондай ма?
Мен ойлап мен түр көрінеді екен деп ойлап тұрмын ғой, мен енді бірінші істеп тұрмын ғой. Фотосу қосса бола ма негізі? Топ деген біреуді жүрмеген естіп тұрсыз ба? Ереке, мен сізден анау дипломмен ауылға бағдарламасын білейін дегенмін. Так, аха. Менің інім жақында бітіріп келгентін, енді жұмысына приказ шықты. Соны қалай алуға болады? Енді оны жаңа сол жердегі жергілікті акиматқа барып, соны условиялар бәрін білсін. Просто ол жерде оператор тек отбасы банкі арқылы төлейді да, болды. Бір несі 0,1% мен ғана төленеді. Енді дипломмен ауылға деген әдейлі, біз онда онымен қатты әдейлі айналыспаймыз. Бірақ просто сондай бағдарламаның бар екенін білеміз біз. Бір белгілі бір суммаға дейін бар, пригласить дейді. Ойбай мен. Просто ақшасы неге түседі отбасы банкке, соны білейін деймін ғой, қанша түседі деп. Аха. Так, отбасы банкқа ай сайынға төлем отбасы банк арқылы төлейсіз ғой, болды. Ол жерде бағасын шынын айтайын, максималды суммасы есімде жоқ. Оның бәрі бір оқып алуым керек. Біз баяғыда бір оқып алдық. Түсіндіріп өтіңізші. Ау. Айта беріңіз, сұрай беріңіз, Нұргүл ханым. Нұргүл ғой. Сосын тағы да бір сұрағым бар менің. Мен осы жолы акиматтан үй алғантымын. Енді ол жеке сендіру қашан болады? Акиматтан сіз қандай немен алдыңыз? Бағдарламамен алдыңыз? Қай қаладан алдыңыз? Кезекте тұрғантымын, ауылдан берді. Жаңарқа ауданынан. Жаңарқа ауданынан берді. Бірақ оны немен алдыңыз ба? Без права выкупамен? Иә. Кезекпен алдым. Кезегім келді да. Кезекпен алдыңыз ғой, бірақ сатып алу құқығынсыз алдыңыз, иә, Нұргүл ханым? Иә, дәл солай. Соларға как раз сатып алу құқығынсыздар. Сатып алу құқығынсыз алғандарға ертеңнен бастап приватизация беруге, приватизацияға запрос, заявка беруге мүмкіндік беріп жатыр, достар. Соны пайдалану керек. Ол үшін сіз барып, акиматқа барып сұрайсыз, неше болып мен қазіргі таңда үйімнің бағасы қанша болып тұр. Соны есептеп айтып береді, соның 30%-ын құйыңыз деп айтады. Егер 30% сізге қазір ауыр болып жатса, онда январдың аяғына дейін күте тұрыңыз. Ол кезде жаңа шығады. 30%-дан 10%-ға дейін төмендету деген. Сол кезде 10% дайындап, төлеп, арзағын насочка үйге алып алыңыз. Ата үй өзіңіздікі болып қалады. Жекешелендіріп аласыз. Түсінікті. Ал жанындағы жерді қалай алуға болады? Енді бұл жердегі мәселе жерге байланысты емес. Енді үй сіздің жермен берген болса, жермен бірге берілетін шығар, тек қана үйін ғана бермейді. Енді ол жағын акимат сізге жауап береді ол. Жақсы ма? Сонда неше айдан кейін сразу атыма түседі? Ол енді акиматтың өзін, мен ойлаймын, тезірек жасасаңыз өзіңізге байланысты шығар оның барлығы. Мен енді ол жерде әлі жасалып көрмеген нәрсе, бірінші рет болайын деп жатыр ғой, әлі бізден ондай тәжірибеде әлі болып көрген жоқ та, сондықтан ештеңе айта алмаймыз. Сәлеметсіз бе, қайырлы кеш. Кеш жарық, кім екен сөйлеп тұрған, аттыңыз біраз айтып қойсаңыз? Алия. Алия. Тик-ток деп тұрған ба, Алия сіз ба? Иә, мен тик-ток деп тұрған. Иә, күшті атыңыз тик-ток. Айтыңыз, Алия ханым, қандай сұрағыңыз бар? Мен көп балалы ана едім. Сосын мен темізде қалған Шымкент қаласында 2 бөлмелі квартира болды. Ол атына үлескер болды. Ал мен ол квартирадан өз үлесімнен 2 жыл болды атқа жасағанымда. Енді осыдан бір жыл жилстройсқа очередке тұрайын десем, ол болмайды сізге дейді. Атыңызда үлес бар дейді. Жоқ, енді қараңыз, Алия ханым, қазір сіз үлесіңізді беріп жібердіңіз, иә, уже, иә? Иә, 2 жылдан асып кетті. Қазір үй жоқ қой атыңызда, иә? Жоқ, үйде жоқ, үлесте жоқ. Иә, түсіндім. Сосын сіздің балаларыңыз 18-ге толмаған ба?
Жоқ, толмаған. Ең Енді үлкені Алия ханым сізге тыңдаңыз. Сіз енді майдың 24-іне дейін шыдаңызшы. Майдың осы келесі жылдың майдың 24-нен бастап отбасы банкқа кез келген адам кезекке тұра алатын болады. Сіз сол кезде многодетный семья ретінде тұрасыз. Ол кезде үлесіңізді ешқандай үлес сізге кедергі болмайды. Ол жерде заңда жазылып тұр. Қандай да бір үлес болса да, ол тіпті атыңызда тұрса да очередке тұра аласыз. Так что Алла қаласа ертең майдың 24 күні отбасы банкқа толық не өтеді ғой. Сол кезде сіз оған тұра аласыз бұйырса. Сосын деген, менде екі статус бар ғой. Көп балалы және мүгедек бала асырап отыр деген. Қай статуспен тұруға болады? Көп балалы ма, әлде мүгедек бала отырған бала Түсінікті. Мен ана немді алып беріңізші. Кішкене блокнотымды. Партияның блокноты. Енді қараңыз, негізі ол екеуі де льготный категорияға кіреді. Мен шпаргалканы бір қарап жіберейін. Онда сіз бүйтесіз. Қараңыз. Многодетный семьямен тұрғаныңыз жақсы. Алия. Қараңыз. Үйді бөлу тәртібінде многодетный семьялар бірінші кезекте тұрады. Көп ертең келешекте. Поэтому многодетный ретінде тұрыңыз. Жақсы. Жақсы ма? Бірақ негізінде заявка берген кезде мүмкіндігі шектеулі бала асыраушы екеніңізді де көрсететін дәлелдейтін құжаттарыңызды да салыңыз. Енді ол Құдай қаласа майда болатын дүние ғой енді бұйырса. Сіз қай регионнан хабарласып тұрсыз, Алия? Солтүстік Қазақстан, Петропавл. Солтүстік Қазақстан, Петропавл. Бәрекелді. Құдайға шүкір, Петропавлден жаңағы Нұрмұға жақтан деді. Басқа жақтан. Олда. Жақсы, TikTok деген жақсы нәрсе екен өзі. Сіз мені көріп тұрсыз ба тұрымда, Алия? Көріп тұрмын. Бірақ мен сіздерді көремін. Бұл жерде көрмей ма адамдар бір-бірін? Бұл жерде көрмейді, біздің аудиомызды ғана ести аласыз. Ереке, тағы да мен сізге бір сұрағым бар. Мұнда менің жаңағы інім туралы айттым ғой, дипломмен ауылға деп. Естіп тұрсыз ба? Иә. Сол енді ауылда жұмыста ауылдан істеп жатыр да, бірақ ауданнан үй ала алады ма? Жаңа бөлінген ақшаға. Енді оны бар ғой, сіз бетіңізші. Оны сол жергілікті акиматтан барып сұрап көріңізші. Жергілікті акиматтан сұрап көріңіз. Саламатсыз ба? Оны нақты айтып береді. Саламатсыз ба? Бұл бізде кім? Сапура ма, сіз ба? Я, қалайсыз? Жақсы демалып қайттыңыздар ма? Міне көрінеді екен ғой түрлеріңіз. Біз ұқсап. Нұргүл хан. Жақсы? Мен шықтым. Болды, жақсы Нұргүл. Рахмет, сұрағыңызға жауап алдыңыз ғой, е? Болды. Жауап алдым, тағы да бір сұрағым бар еді. Жаңа жекешелендіру туралы, жекешелендіруден кейін 50%-мен қай уақытта үй алуға болады, қаладан алайын деген ғой. Ерекше балам бар. Жоқ, жекешелендіріп алыңыз. Бірінші. Сосын барып, жекешелендіріп ертеңнен үйлі ала берсеңіз болады ғой, болды. Ол проблема емес. Ол жерде жекешелендіріп алып, атыңызға үй түсті ма, одан кейін арғай ала бересіз, проблема жоқ. Аға, тағы да бір Жақсы, рахмет сізге. Бүкіл сұрағыма жауап алдым. Басқаға да мүмкіндік берейік. Көп Алия ма сұрап атқан? Иә, мен Алиям. Көп балалы ретінде үй кезегінен тұрсам. Сосын мынау ерекше балаға да кейін очередке тұруға бола ма? Үй алып болғаннан кейін? Күшті сұрақ қойдыңыз. Ерекше балаңыз ертең 18-ге толғаннан кейін өзі мүгедек жан ретінде тұра алады. Ол екінші группа, үшінші группа болып тұра алады дейді. Ал бірінші группа, екінші группа. Үшінші топтар тұра алмайды дейді.
Иә, үшінші топта тұра алмайды. Только 1 мен 2-лер ғана, иә. Бірақ қазір бала мүгедек қой. Бұл уақытта тұра алады дейді. Ал үлкейсе 3 болып қалса, группасы, ол тұра алмайды екен. 3 болып қалса тұра алмайды, дұрыс айтасыз, иә. Енді сіз в первую очередь многодетный семья ретінде алып алыңыз, өйткені 8 категорияға басымдық береді, соның ішінде 3 категорияға одан сайын басымдық береді да. Түсініңіз ба? Ол 3 категорияға Ұлы Отан соғысының ардагерлері, жетім балалар және көп балалы азаматтар жазылады. Мен сізге сол жаңа жиналыстан естіген ақпараттарымды айтып отырмын, свежий ақпараттарды айтып отырмын. Ол деген керемет нәрсе. Так. Келесі жылы сол майда қоя, не жойылады. 24-інде деп айтып отыр жоспар бойынша. Бірақ енді бізде Қазақстанда білесіз ғой, көп нәрсені жоспарлайды, бірақ майдың 24 дегенмен мен өзім ойлаймын. Сол үйінің 1-іне созады, үйінің 15-іне созады, сөйтіп созылып кететін шығар. Аха, жақсы, Сапура хам. Кім сағыныш? Сапураны қосайық та мынау. Камераңыз қосылды. Енді видеосын қосамыз. Менде видео ашпайды, Ерболат аға, адам подписчик аз ба сондай? Бұндай да бар ма? Жақсы, Сапура, қандай сұрағыңыз бар? Қоя беріңіз. Шақал қалып. Қай қаладансыз? Ой, мен Сапурамын ғой, Ерболат аға, өзіңіз. Ойбай, өзіңіз Сапура екенсіз ғой. Ой, мен Сапурамын ғой дегенде. Болды, өзің Сапура екенсің. Айтай бер, Сапура. Шақал қалып ғой. Сатасың. Ой, тамақ істеп жатсың ба? Неңді, микрофон өшіп тұтады, өзі өшіп тұтады микрофон. Енді қақалып жатыр. Ой, өзі шығып кетті ғой. Так, не дейді? Нептада, мынау қызық екен. Так, сұрақтарға жауап, мынау алу, мынау несін, таңдау несі. Сұрақтарға жауап берейші мейден. Так. Киізге беріңіз дейді. Киізге не? Киізге беріңіз деген не? Мынау тікелей эфир қызық екен, TikTok. Аға қосасыз ба дейді, мынаны қосайық. Оны қалай қосамыз? Так, 2500 подписчигі бар екен. Жеке қосылмайды кәсіне? Кім? Запрос кәсі. Мына кісі ғой. Так, все, қосылып жатыр. Так, қосып жатырмыз. Ана бөлек-бөлек қоса берсе деп жатыр кім? Қосылдық. Қосылып жатыр. Запрос міне мына тұр, арест шешу, график, мына қосылу керек. Сұрақтарға. Так, сұрақтарыңыз болса, пока қосылғанша сұрақтарға жауап бере берейін. Мен сол доля болып үй кезден тұра алмай жатырмын. Жаңа нақысы ғой. Долясы барлар қазір тұра алмайды, бірақ кейін тұрады. Атымда үй болды, 3 жыл болды, сатқаныма қазір көп балалы отбасымын дейді. Ол 5 жыл өту керек. 5 жыл өту керек. 2% қандай санаттар қосылды. 2% сол бұрынғылар қалды көп балалы жанұя, мүмкіндігі шектеулі баласы бар жанұя, және бірінші, екінші топтағы мүгедектермен несі? Жетім балалар категориясы. Пригласить дейді. Так. Запрос. Так, арест шешуді. Сен де қосылып жатсың ба маған? Жоқ, не ретінде просто көріп отырмын. Зрители, көрермен. Как зритель. Мынау ма? Запросы гостей. Принять дейді. Друг дейді. Көрейік. Атында үй болды, оны жауап бердім, екінші категория. Астынан төмен қарай, жақсы жаңалық дейді, жақсы жаңалық қосылдасыз. Кім қосылды бізге? Кім қосылды? Дауысыңыз естіліп тұр. Түріңіз көрінбей тұр, бірақ. 123 деген ба? Қосылған? 123 деген қосылды. 123 ашты 43 деген. Сіз ба? Саламатсыз ба, қалайсыз?
Саламатсыз ба? Жақсымын, жақсымын. Қалай қыдыртпайтыныз? Әдемі бәрі біліп алып қой мен қыдырғанын. Бір өмірде қыдырып шыға алмайтын бәрін қақтанып қоясыз. Мен боялма Қаратаудан. Сізден онлайн консультация алған етінші. Жамбыл облысы. Қаратау Жамбыл облысы ма? Аха, сізден өткен бір ай бұрын ба онлайн консультация алғам ғой. Содан бері сізді үзбей қарап отырам. Енді мен депозит аштырып болғам ғой 2019-да ма. Соған жайлап салып жүргем. Осы 3 ай қатарынан бір нормальный суммада салып жатырмын. Бірақ менің опым неге көтерілмей жатыр деген сұрақ туындайды да менде ше. Опым аз, ал қызымда депозит бар. Қызыма сол ай сайын 7,5-10 мыңнан салып тұрам. Оның опысы жақсы көтеріліп жатыр да, ал менікі мүлдем аз. Түсінім. Атыңыз кім дедіңіз? Себебі не? Бибігүл? Алма? Жоқ, Алма. Алма, Алма ханым, қараңыз. Бірінші, мен көп ақша салып жатырмын, опым дұрыс көтерілмей жатыр. Мен аз ақша салып жатырмын, олар жақта опы жақсы көтеріліп жатыр дейсіз. Бірінші себеп, значит, сізде біріншісінде шарттық сомаңыз жоғары көтеріліп көрсетіліп тұр, ал қызыңыздікі шарттық сомаңыз өте аз көрсетіліп тұр. Опы соған байланысты тез көтеріліп жатыр. Бірақ бұл жерде опы көтеріліп жатыр, опы көбейіп жатыр, азайып жатыр деп қам жемеңіз. Бұл жерде банктік сыйақы деген дүние бар. Банктік сыйақы тез көбею керек. Сондықтан қаражатты көп сала берген сайын банктік сыйақы кейін тез көбейетін болады. Сондықтан қолыңыздан келгенше мүмкіндігіңізше қаражат сала беріңіз. Оған жаңағы опыға мән бермей ақ қойыңыз. Банктік сыйақы деген дүние бар. Соған қатты қарау керек. Сосын менде осы өзім тұрғылықты жерімен госслужба ретінде квартира алғамда. Соны жаңа айтып жатсыздар ғой, оны жекешелендіруге болады деп, сол бола ма? Жақсы. Енді қараңыз, сіз оны қандай бағдарламамен алдыңыз? Сатып алу құқынсыз деген бағдарламамен алдыңыз ба? Егер сонымен алған болсаңыз, сізге жалға беріп қойған, сатып алу құқынсыз алып жатырмыз, сіз тек қана қазір арендасын ғана төлеп жатқан болатын болсаңыз, онда ондай санатқа сіз кіретін боласыз. Ол үшін акиматқа барып, жаңа мен басында айттым, акиматқа барып, қалдық құнын білесіздер қанша екенін. Қалдық құнын білгеннен кейін, ол жерде бағасын айтады. Қазіргі таңда бұл үйдің бағасы осыншама деп айтады. Мысалы айталық шартты түрде 9 миллион, 10 миллион, 8 миллион деп айтуы мүмкін. Сол қалдық құнының 30%-ын келіп алғаш жағына ретінде салыңыз, қалғанын сізге рассрочкаға бөліп төлеуге жасап береміз деп айтады. Оғанда ешқандай үстем ақысыз ештеңесіз. Ал енді ол 30% сізге қазір қатты ауырлық болып жататын болса, мен сіздерді тағы да қуантатын ақпарат айтайын. Қаңтар айына дейін шыдаңыз, ақпан айына дейін, қаңтар айында жаңадан тағы да заң шығады. Ол жерде жаңағы алғашқы жағынан 30%-ын 10%-ға дейін төмендету көзделіп отыр. Құдай қаласа 10%-ға дейін төмендетілсе, Құдай қаласа сіз оны 10% салып, ажағын рассрочкаға алып аласыз. Рахмет, Алла разы болсын. Одан кейін өзімде бір ойым бар да, Астанадан бір үй алып қойсам дейтін. Енді менде үйім бар, басқа 50-ден басқа программаға қатыса алмайым ба? Жоқ, қараңыз, отбасы банктың бағдарламалары өте көп. Мысалға 20-да 80 деген жасыл ипотека бар. 30-да 70 деген жеңілдеген ипотека бар. Оның барлығына қатыса бересіз. Умай деген бағдарлама бар, қаңтар айында шығады. Оған да қатыса беруге болады. Бұл жерде артыңызда үй бар, жоқ, прописка бар, жоқ, ештеңесіне қарамайды. Ал енді мемлекеттік бағдарламалармен әрине ала алмайсыз, басқалармен ала бересіз. Олардың өздерінің жарналары бар шығар, мынандай пайыз, мынандай пайыз деген, әрқайсының өзінің пайыздары бар, дұрыс айтасыз. Жарайды, рахмет. Өзіме керек жауапты алдым. Жақсы, давайте аман болыңыз. Жақсы, рахмет. Қуанып қалдым. Нөміріңізді жазыңызшы дейді. Көріңіз, TikTokқа енді осы бүгін Instagram'да көріп отырам. Дұрыс, көргеніңіз жақсы. Қолдан енді мен мүмкіндігінше пайдалы ақпарат беруге тырысып отырмын халықтарға. Оның барлығы енді тегін, сондықтан
неге пайдаланбасқа, иә? Көріп, тыңдап, жаңа оқып тиктокқа білсе. кіріп қалғаным ғой. Тиктокқа көп кірмейтін, ашып қалсам сіздің эфиріңіз болып жатыр екен, сразу кіріп алып, мынаны өзім түсінбеймін, қызым сабақтан келіп қалды, мынау не болып жатыр түсіндірші деймін. Жақсы. Бәрекелді. Жарайды, рахмет. Мына TikTok деген жақсы екен, как будто бір өзің туысқандармен сөйлесіп тұрған сияқты сөйлеседі екенсің ғой, рахат. Мысалы, Бірінші рет кіріп қалдым да, қарасам сіздің прямой эфиріңіз болып жатыр екен. енді мүмкіндігінше вторник, пятница күндері кіріп тұрыңыз, жақсы ма? Сосын осындай осы кешкі уақытта уақытта ма? шығып отырамын. Иә. Жарайды, аха, рахмет. Жақсы, Алла сәттілік қаласа Астанадан квартира Давай, берсін Астана бізге де. болсаңыз біздің офиске келесіз. Жақсы. Құдай қаласа, жарайды, жақсы сау болыңыз. Иә, жақсы, сау болыңыз. Мына нөмірімді жазып қоясызшы. Прикрепить етіп қоюға бола ма? Так, енді гостер өздері шығып кете бере ма? Сонда қалай болады? Бос орындарға соларды қосамыз. Мынау пригласить. Өз не алып жатыр ма? Әжек анау күйіп жатыр ма, не болады? Күйіп жатыр. Даусын өсіп тұрса. Болды, өсіп тұрады әжекасы. Так, мынаны шығып кете ма енді ол? Мынау кім? Жаңағы. Саламатсыз ба? Сәлематсыз ба? Кім қосылды бізге? Мен есімім Салтанат болады, Шымкент қаласынан. Жақсы, Салтанат ханым, мына тыңдап тұрмын. Қандай Сізді сұрағыңыз жақыннан бері тыңдаймын. Мен жалғыз басты анамын да. 3 бала шағам бар, бір инвалид балам бар, 2-ші топтағы. Үй кезегіне тұра алмай жатырмын. Баяғыда әжемнің атында қалған үй бар еді, Доля. Сол Доля отказ жасап жатыр. Өткенде бір рет үй кезегіне тұрған едім, кезекті кезет сайтына. Отказ келді, Доля деп. Енді соны қалай тағы да үй кезегіне тұрсам болады, өткенде сіздің жаңа неңізде перед конференцияңызда айтқан бойынша барғам ғой соңға. Сөйтсем, әлі ол жөнде нақты не жоқ деп жатыр да, ол әлі ақпарат рас емес, күшінде емес деп жатыр. Қалай үй кезегіне тұрсам болады? Болды, түсіндім. Есіңіз кім сіздің? Салтанат болады, Салтанат. Салтанат ханым. Қараңыз. Негізі олардың айтып тұрғаны дұрыс. Мен сұрақ қойғанмын, долясы бар азаматтар қалай кезекке тұра алады деп. Олар кедергі болады ғой деген жақсы айтып қойған. Сөйтсек, арасында да майдың 24 күні бүкіл функцияның барлық отбасы банкқа ауысқан кезде, толық ауысқан кезде, майдың 24-нен бастап отбасы банк кезекке қоюды Өздерінің қолына ала ма? Өздері қабылдай бастайды. Сол кезде долясы барларда кезекке тұра алады. Тіпті қазір артында тұрса да 90% долясы болса да кезекке тұра алады. Мен ол долядан отказ жасап тастағам ғой олдан, бірақ все равно ол отказ жасап жатыр да мағаншы. Мен инвалид баламын квартирада тұра. Қазіргі таңда 24 майдан бастап сіз кезекке тұра алатын боласыз. Уайымдамаңыз, тек майды күтіңізші. Күте тұрайын ба? Сосын тек, бол, басқа күте тұрады. Қазір кезектен кезетке заявка беріп істесеңіз, ол сізге ештеңе бермейді. Мен депозитте ақшам бар, жинап атқам. Жинай беріңіз. Жақсы, Инстаграм, TikTok парақшалардан ақпараттарды қарап отырыңыз. Сондай. Сіздің неңізді естім, қуанып қалдым, бір жылап алдым. Керемет кісісіз, рахмет. Көкейде жүрген сұрақты, халықтың осыны сұрақтарын айтпайды да, тек жаңағы нелерді айта береді. Мысалы, қанша мың отбасы бар, үй ала алмай жүрген осында проблема. Барасыз, мемлекеттік қызметтегілер, анау дейді, мынау дейді, несе береді да, ар жаққа қарай жұмсай береді. Біз көкейімізде сұрақтың жауабын ала алмаймыз. Көп адамдарға, мысалы, мен баламмен барам, балам мысалы инвалид 2-ші топта, ол кезек күте алмаймын, дұрыс жауап ала алмаймын, уже жағдайым болмай кетеді, кетіп қаламын да. Көп жерде. Рахмет көп сізге. Енді 24 майға дейін күтеміз, сосын 24 майдан кейін барып, жаңағы отбасылық банкке барып кезекке тұра берсек болады ғой да? Бірақ ол кезде сіз бетіңіз, қазір өзіңіз логин пароліңізді жасап алыңыз, этспіңізді жасап алыңыз. Үйде компьютер болу керек, компьютермен енгізіп саласыз. Бұл жерде не деген болмайды, барып ручной заявка беру деген болмайды. Отбасын вообще келтірмейді. Бәрі онлайн.
Алло, Салтанат, естіп отырсыз ба? иә естіп жатырмын, үзіліп қалды ғой. Иә, маған бұл. Иә, в общем, Ол кісілер сонда онлайн деп баруға айтады, жоқ. онлайн несіне не істейміз ба, қолданамыз ба? Мысалы мен үйде жағдайым келмейді, мысалы компьютер алуға да. Его услугасына Жоқ, ондай кезде біз бармыз ғой, біз жаңа ұсыныс жасадық. Мен өткенде сол жиналыста отбасымен қатар тағы мынандай ұсыныс жасадым да. 24 күні 2 миллион халық бәрі жаппай компьютермен заявка берген кезде, жаңағы оның сервисі загрузкаға кетіп қалады дедім. Иә, дұрыс айтасыз. Былай айтып тұр, кім ертерек береді, соларға ертерек үйге тұруға, үйдің кезегі дата постановкаға қарайды дейді да. Әрине бәрі 24 күні келіп ұрынады заявка беруге. Сол кезде системада не болады, загрузка болып кетеді деп айттым да, өйткені ауыр болады деп. Сондықтан мен ұсыныс жасадым. 24 мамырдан 31 шілдеге дейін аралығында бергендердің барлығын бір күн деп санаңыздар деп. Енді сол ұсынысымды қолдаса, онда асықпай маусымда шілдеде беруге болады да. Бірақ дегенмен де 24 күні неғылайық, әрекет жасайық, көрейік. Жақсы ма? Иә, халықтың көкейінде сұрақтарды не істегендеріңіз жақсы, рахмет. Алла риза болсын. Алла нұр жаусын сізге. Жемісін көріңіз жұмысыңыздың. Халықтың арқасында жүре беріңіз. Әйді, қандай керемет сөздер, мен өзім риза болып қалдым ғой. Алла разы болсын. Мен де риза болып қалдым сіздің өткенде осы доля жөнінде қозғағаныңызға көп рахмет. Просто мен жалғыз бас ана болғаннан кейін ешқандай мүмкіншілігім болмай жатыр үй алуға. Әйтеуір күнделікті тамақта неден алып қалып жинап жатқан ақшам бар, кішкене қомақты болса да. Сонымен кішкене бір ілініп ерекше баламен үй алайын десе. Құдай қаласа, аласыз, әуелі Құдай амандығын берсін. Тем более сіздер 8 категорияны білесіздер ғой, 8 категорияны бөлек оларға заявканың 70% соларға беретін деп жасап қойып жатыр. Так что сізде шанс көбірек болады, Алла қаласа. Уайымдамаңыз. Шығып кетті. Так, мынау қалай өтті, мынау қалай шығып кетті мынадан? Новое сообщение дейді, так. Енді гость болуға, ананың бәрі зрительдер ғой, иә? Жаным, пибочкам шақырайыншы, қарайыншы. Мен қызымда тыңдап отыр ғой өзіме, жаным ау. Так, все, болма? Болды, бұлай да қойға болады. Мәмін керемет екен. Так, сет қатып қалды дейді. Иә, сет қатып қалды. Сізге көп рахмет дейді. Аумин, Алла разы болсын дейді. Аумин, рахмет, Салтанат. Телефонымызға хабарлассаңыздар болады. Рабочий номер менде WhatsApp'та неде Instagram'да жазылып тұр. Соған хабарласыңыздар. Бұл доля деген бәле болды ғой дейді. Расында доля деген бәле болды көбісіне. Сіз солардың артына түсіңізші. Тағандай сұрақтарыңыз бар, міне. Берекелі ерекеде мен ona сообщениенің арасында менің нөмірімді жазып жібердім. Сол нөмірге қарасаңыздар 775-060-20-22 біздің рабочий нөміріміз. Соған хабарласаңыздар. Ақпараттардың барлығын сіздерге беріп отыратын боламын, достар. Так, енді алттан бері уже 50 минуттай сізде тікелей эфир болды. Тікелей эфир сақтап қоямын ғой саған, ше? Тікелей эфир сақтап қоямын, сондықтан сұрақтарыңыз болып жатса, соған бір қарап шығыңыздар. Кейін қосылған оқырмандар болатын болса, егер үлгермеген болсаңыздар, онда осы посттың астына сұрақ қойыңыздар, соған жауап берейін. Болмаса WhatsApp желісіне шығып сұрақтарыңызды қойыңыздар, Instagram парақшама кіріңіздер, сол жерге қойыңыздар, дайректке жазыңыздар. В общем, байлансам деген азаматтар мен азаматшалар мен байланысқа ашықпын, қолымнан келгенше бәрін жауап беруге тырысамын. Әрине менің өзім жеке жұмыстарым да бар, бірақ арасында осылай халықпен жұмыс жасауға уақыт бөлемін. Ал амандықпен жасты келсек, дендеріңіз сау болсын, берекелі ереке, ерекең бар да, берекең бар. Ал енді мынаны жабуды айтайық. Бұны мен жабуымды да мейткен болды.
чуть басқа Қалай? сұрақ келіп тұр ғой. Сұрақ келді ма? Ой, сұрақ келіп қой. Сау болыңыз дейді ғой. Болды, аумин. 4 категория қосылдым. Да. 13 миллион үй госпромен ай сайынғы төлемі қанша болады примерно? Примерно 100 мыңның шамасында болады. Примерно, 13 миллионның үйі 90-100 мыңның шамасында болады. Одан артық болмайды. Так. Болды. Ал жақсы, сонда қоя қояйық. Қалай жауап мынаны? Неше түрлі завершить дейді.